Xanlar мен мырзалар, түнгі хабар басалды алдарыңызға Мадиярын Коко Джамбо. Бұл өмірден өтіп кетпе бұзық боп, білім дейтін дариямен жүзіп кет, бәрін көру, бәрін білу рахат қой, бұл өмірде сіз білмейтін қызық көп ағайын. Білетінім 19, білмейтінім 99. Ассаламағалейкум, түнгі хабар! Эфирде мен және Коко Джамбо. Тікелей байланыстамыз. Сіз еш нәрсе білмейсіз бе? Онда біз қазір бәрін айтамыз, ендеше біз бастаймыз! Біз күн сайын тікелей эфирдеміз, кері байланыс жұмыс істеп тұр. Бүгінгі тақырып сіз білесіз бе деп аталады. Алло. 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 Осы мен түсінбеймін. Алло деп неге біз телефонды алғанда алло дейміз? Неге гео демейміз? Немесе неге біз брео демейміз? Неге алло дейміз? Құрметті көрермен, неге барлығымыз телефонды алғанда алло дейміз? Неге жан болады? Жоқ, менің әжемнің айтуы бойынша осы телефонды ойлап тапқан адамның әйелінің сүйіктісінің аты Алла екен. Алла болған, екеуі қосылмаған екен. Алғаш телефонды ойлап тапқан адам. Маған әйелім хабарласып қалады-ау деп ойлап, әйелімен қосылмаған ғой енді. Алла, алло, алло деп содан алло болып кеткен екен. Дерек көздеріне қарасақ, ол телефонды бірінші өзінің үйінен өзінің сүйгенінің үйіне тартқан екен. Алғаш телефонды ойлап тапқан. Ең бұны көрдің бе, басқа мемлекеттің адам ойлап тапқан. Қазақ ойлап тапқанда Айгүл болатын еді. Ойлап бүкіл әлем. Айгүл? Hello. Айгүл. Айгүл деп тұрса. Айгүл? Немесе Алло дегенде. Білмеймін, басқа да қазақтың аттарында да. Қатира десем. Қатира? Yes, yes деп тұрса. Бағила? Бағила, Қатира? Мысалы, қызығы, біз білмейтін нәрсе көп. Осын білмеген екен мен негізінде. Мысалы, былай қарап отырсаңыз, Аргентина атауы бар ғой, Аргентина атауы. Жай ғана күміс. Күміс деген атаудан шыққан екен, Аргентум. Күміс деген жай атау. Ал егер Аргентинаны біздің Қазақстанға тартатын болсақ, арғындар тұратын жер деп аталатын еді. Аргентина. Арғындар тұратын жер секілді. Аргентина. Арғындар өзі солай да айтады ғой біз. Аргентинцы деп. Бразилия көмір деген мағынаны білдіреді екен. Қош? Біздің Теміртау ғой. Көріпсіз бе? Осы уақытқа дейін білмеппін мен. Енді Қазақстанда мысалы мұнай деп атау керек шығар, немесе уран деп. Австрия мемлекеті шекаралық аймақ деген мағынаны білдіреді. Франция деген сөз еркін ел деген мағынаны білдіреді екен. Қателеспесем, Украина деген шекара деген ба? Ал енді Қазақстан деген, білесіз ба? Стан деген нені білдіретін? Білмеймін. Білетін көрермен болса, хабарласыңыздар. Осы станнан бастайық. Стан деген парсы тілінен аударғанда табалдырық деген сөз екен. Шаңырақтың иесі. Қазақтың табалдырығы деген сөз да сонда. Өзбектің табалдырығы, қырғыздың табалдырығы. Бразилстан деген жоқ қой мысалы. Нью-Йоркстан деген. Украинстан. Россистан. Өткен оларда табалдырық жоқ. Барасың, кіріп кете бересің. Бізде табалдырықтан аттап, қазақылықты жоқтатпай, салт дәстүрді сақтап, насихаттап жүреміз деп. Бір шапалақ ұрып қойса осында бір.
Енді мысалы зоопаркке барған кезде горилла мысалы, горилла бар ғой маймыл. Тілін шығарады да, тілін шығарып тұрады. Иә. Не үшін тілін шығарады білесің бе? Мазақ қылған ол? Жоқ, енді ол адам емес қой мазақ қылған тілін шығаратын. Ашуланған кезде тілін шығарады екен. Қай кезде не істеу керек екенін білмей сонда? Ол керісінше жасайды да. Ашуланған кезде тілін шығарып бастайды. Жеңгелерім есіме түсіп кетті. Маған ашуланғанда тілін шығарады деді. Деп па? Бір нәрсе Иә, сосын сондықтан байқаңыздар, зоопаркқа барған кезде көмбесең қолын шығарады. Қолын мазақтаған. Иә, білесіз ба? Томми Джерри болмаса бір басқа Метро Голден Майер деп арыстан деп бастайды ғой. Екі жаққа Иә. деп жатып алып. Иә, сол съемкадан кейін арыстан тағдыры не болған білесіз ба? Не болған? Режиссер жек қойған ғой. Режиссерді? Шынымен? Қалжыңсыз. Жоқ, шынымен жек қойған. Содан кейін ондай жаңағы съемочный площадка дейді ғой, алаңға арыстанды әкелмеген. Өте бір аянышты. Ауыр екен мынау. Ауыр екен. Бұл қызыққа жатпайды, бекер айтты ма? Қызыққа жатпайды екен. Бұл бір адам тағдыры ғой былай қарап отырсаң. Қайғы қылып жібердің ғой. Білесің бе, аспаннан жауған қар әрбір ұлпасы бір-біріне ұқсамайды екен. Зерттегенде, иә. Енді әрбір ұлпа, әрбір тамшы ғой енді. Әрбір тамшы, әрбір ұлпасы бір-біріне ұқсамайды. Кристалдары әр түрлі болады. Бірақ сол мәкен бізде сурет салғанда кристалл қылып саламыз ғой, ұлпаны. Сонша бұрын мектепте жүрген кезде бізде сабақ болды, биология сабағында микроскоппен қарайтынбыз. Иә. Сол кезде мен неге осындай қылып салады деп, ана қардың ұлпасының жақында шынымен сондай сурет екен. Әр түрлі болады ғой сондай. Әр қайсысы ойлашы. Бәрі бірдей секілді ғой жауып жатқан кезде. Әр ұлпасы әр түрлі бір-біріне ұқсамайды екен. Бір-біріне ұқсамайды. Біздің жаңағы қолтаңбамыздың өзі отпечаток дейміз ғой. Мысалы, сенікі бөлек, менікі бөлек. Қайталанбайды екен. Қайталанбайды да. Саусақтың ізі, көзі, иісі. 7 миллиард адамның мысалы қайталанбайды. 7 миллиард бөлек код бар. Былайша айтқанда код қой адамның. Сондықтан да отпечаток пальцев. Енді бір қылмыс жасағанның өзіне отпечаток пальцев дейді ғой. Жасаған кезде бір-біріне ұқсамайды ғой. Қалай жаратылыс қандай керемет, қараңызшы, бір-біріне ұқсамайды. Иіс мысалы мәке. Сіздің иісіңізді бірден табуға болады. Сенің иісіңді 1000 иістің ішінен тауып алсаң. Нұрғиса Тіленев атамыз 100 домбыраның ішінен фальш айтып тұрған тауып алады дейді ғой. Сол сияқты иіс қатты сезетін адам. Сен деп тапса. Мына жерде сен жүрсің ба деп айтады. Әр адамның өзінің бір неше түрлі иісі бар. Өзіне тән иісі болады. Өзіне тән иісі бар. Қартайғаннан кейін ол жайлап сасый бастайды. Көзден ағатын тамшы тұзды болып келеді екен. Былай қарасаң, көзде ешқандай бір тұз ештеңе жоқ секілді ғой. Иә. Бірақ тамшы ащы болып келеді. Тұз бар да. Қызық. Бірақ оны құрметті жеңгелер тамаққа пайдалануға болмайды. Үйде тұз бытық қалды, жылаш десе. Мынандай күнде жинаған ба? Иә. Көзіңнің тұзы аз десе. Ана көрші баладан алып келші. Көрші баладан алып кел, көзіңнің тұзы аз десе. Неше түрлі қарап отырсаң, біз білмейтін қызықтар бар екен. Күнделікті естіп көріп жүрген, біз бірақ біле бермейтін қаншама құпия нәрселер бар екен. Мән бермейміз, ойламайсыңдар да мысалы. Иә. Ең қызығы, шыбындардың құлақ естімейді екен. Өзіңіз ойлаңызшы. Біз шыбынды деп барып ұрамыз ғой сапалақпен. Ол сені естімейді екен. Деп келіп ұра берсең болады екен. Құлақ естімейді шыбындардың. Ал құмырсқаның денесі шыныдан жасалған екен. Жаңағыдай молекулаларын қарап зерттеген кезде, кристалл шыны екен денесінің барлығы. Біз ойлаймыз ғой, бүйтіп мыжамыз деп. Ол сынады екен негізінде. Енді дүние жүзі бойынша біз айтамыз, сен соттың фотоаппарат қанша мегапиксель деп ше? Ең бірінші орында адамның көзі тұр екен. Мегапиксельдерден. Ең жақындатып қатты көретін мегапиксель адамның көзі, екінші орында бүркіттің көзі тұр екен. Бүркіттің көзінің бір ерекшелігі дейді да, аспанда кетіп, жердегі мысалы қоян ба, соны телефонмен жақындатасың ғой бүйтіп, сол зум бар екен жақындататын көзінде. Сөйтіп барып өзінің жемтігін таңдайды екен.
кез келген жануардың көздері түнде ночной видение. Түнде көретін арнайы жарықтары бар. Ең жақсы көретін түнде мысық. Иә, анық қып көреді түнде. Иә. Күндіз секілді көретін. Мен жолдас жігітім фазендасы бар. Фазендасында түйе асырайды. Сонымен кішкене машинасында мылтығы жүреді. Аяқ астынан қоян шығады, не шығады, атады ғой. Өтінде фазендан түйені қайырып жатқанда жылт еткен ғой. Мылтығын алғанда қуып баң етіп атқан ғой. Қасына барсам мысығын атып тастаған ғой. Қарашты, ол сойып жеп қойған жоқ оны. Жеп қойып барып басын көріп. Ана көз дейді да, қояндық сияқты жалт ете қалды дейді да. Мен айтам, көздің орнына мяу деу керек еді, сол кезде атпайтын дедім. Аңшылар енді негізде түнде түлкіні барлығын сол көзінен қарайды ғой. Арнайы не алып алады, жарық түсіріп келеді түнмен. Орманда болсын, тауда болсын, жарық түсіріп жүреді, жылт ете қалған кезде бірден білесің. Ол жерде аң жатқанын. Өйткені кез келген аңның көзі түнде мына жарық күндіз сияқты көргеннен кейін ночной видение дейді ғой. Бірден жарық не береді да? Қарама қарсы әсер береді. Жылт ете қалады ғой. Содан білесің аң бар екенін. Сосын қасқырдың көзі жақсы көреді екен түнде. Сосын иттер, мәке, бір-бірінің дене пішінін қандай екен, үрген даусынан байқайды екен. Мысалы, деп үрсе, мынау точно алабай дейді да бір-біріне. Оған жолама. Десе кәндегі ит па? Менсінбейді. Мен айтым да, деп барғанда кәндік болып шықса. Алдап кеткен бе ит? Дауысы отырып қалған ба? Парадист ит болса. Енді қарас, ақштың 13-ші қабатында пәтер жоқ екен. Неге? Себебі ақшта 13 деген бақытсыз сан болып есептеледі екен. Пятница 13. Осын 666 деген сан жоқ. Осын Қытайда ма? 3-ші этаж жоқ па қалайды? 3 деген ба, 4 дегенде сан жоқ. 1-2 сразу 5. Өлім деген мағынаны білдіреді екен. 3 жоқ. 1-2-4. Бізде бұрында мектепте 4-ші сынып оқымағанбыз. Содан шығар мүмкін. Қытайға өше қатысың жоқ қыз? Соны айтам. Флаш текшіңіз Қытай болды ма? Директорде Қытайдың бір атабасы Қытайдан болды ма екен. 4-ші сынып оққан жоқпыз біз. 3-те оқыдық та бірден 5-ке қарай өтіп кеттік. 4-ші сынып болмады, неге екен? Сосын көрермендерге лайфхак, азанда ерте жұмысқа баратын. Біз азанда кей кезде ерте тұрып кофе ішеміз ғой, ұйқымыз ашылсын деп. Соның орнына бір тал алма жесеңіз, кофеден де жақсашады екен ұйқын. Темірі көп болғаннан кейін ба? Ана, мысалы, кофенің зияны бар ғой, бауырға. Бұл алма деген темірі көп. Жеген кезде ашырқанасың, сол ұйқын тез ашады екен. Тағы да ғалымдардың зерттеу бойынша алманы қабығымен жемеген дұрыс дейді. Өйткені алма бүткіл күндегі энергияның бәрін қабығына жинайды екен. Қиярды қабықсыз жемеген дұрыс дейді. Бүкіл витаминін қияр қабығына жинайды екен. Не деген жаратылысы? Сосын таксиде жүретін жігіттерге айтатын кеңес, түнде жолға шыққан кезде күндіз трассада ұйықтамау үшін шоколад жеу керек екен. Қазақстан шоколадын тілдің астына салып қойса дейді, ол миға сигнал беріп отырады екен. Ұйықтатпай, дәм келіп. Сосын көбісі шекілдек дейді, шемшік шығады екен, сағыз шайнайды екен. Жолда жүргенде сөйтесің ғой, ұйқың келсе міндетті түрде сағыз шайнайды. Кейбіреулер бар, Red Bull ішетін ше. Біз театрда Құдірет дейтін актер бар, Талдықораннан тойдан шығады да, заправкаға кіреді, 2 банка Red Bull алады да, 2 банка Red Bullды ішіп алып, Талдықораннан 1 километр жүргеннен кейін деп ұйқысы келген ғой. Мен айтам, саған Red Bull керісінше әсер береді ау деймін, сен ішпей ақ қойшы Red Bull деймін ғой. Сол сияқты Red Bullдың орнына зиян емес, керісінше шоколад жеген абзалырақ. Сосын шоколад, конфет енді қарын тойдырады тез. Кәдімгі тамақтың несін береді. Осындай сіз бен біз білмейтін қаншама құпия дүниелер бар. Құпия болғанда оның бар айқара анық, бірақ біз байқамайтын. Шынымен де осындай нәрселердің бәрін зерттейтін ғалымдарға бір қошемет соғып қойсақ болады. Біз күнделікті көзбен көріп, қолмен ұстап жүрген нәрселердің барлығын астарында қандай керемет дүниелер жатыр. Мәке, мысалы, атмосферадан өткеннен ғарышта ше, тартыс күші болмағандықтан, о жақта адам жылай алмайды екен.
жылайды ғой, жасы жоғары кетеді екен. Теріс қарап жылау керек жәнбейді. Сол кезде былай қарай кетеді. Бір әзіл ән бар еді орысша. Слезы капали вниз, слезы капали вверх дейді. Ән бар еді. Шынымен өйткені олардың ғарышта өздерінің жейтін тамақтары бар ғой, білесіз бе? Иә, тіс пастасы секілді соның ішіне пюре, езілген картоп, сондайлармен арнайы сондай жемесе, қалған бәрі аспанда ұшып жүреді. Аспан әлемде ұшақ жерде, әлем бойынша ұшақ жерде космосқа ұшатын аспан есіктері бар екен. Ұшақ есігі бар екен аспанда. Қазір ғалымдар зерттеген. Бұлай біз ойлаймыз ғой, аспанның кез келген жерінен космосқа ұшып кетуге болады деп. Ондай емес екен. Аспанда ғарышқа тесіп өту үшін өзінің арнайы аспанның есіктері болады екен. Белгілі жылдамдықпен ғана ол жерден өте аласың, мысалы. Енді қараңызшы, өзім есептеп көрдім да, Мадияр деген ат ше, Мадияр деген сіздің жасыңыздағы 348 адам бар екен. Сіздің жасыңызда. Ал Қазақстан бойынша сізбен аттас 25.490 адам бар екен, Мадияр деген. 25.000? Иә, сол 25.000-нің ішінен сіз таңдалып түнгі хабар жүргізіп отырсыз ғой. Сіз чемпионсыз. Былай зерттедім. Ең сұлуы дейді ғой. Былай зерттедім, Жанболат деген жалғыз екен. Ол мен. Қабілет жағынан да, сұлулық жағынан да жалғыз сен екен, е? Ал Қазақстанда ең алғашқы тұңғыш клипті түсірген кім білесіз бе? Қателеспесем? Оны айтпаймыз. Тауып алыңыздар. Көрермен, білсеңіздер, әлемдік деңгейге этналық музыканы дамытқан кім білесіздер ме? Домбырамен рокты, эстрадан қосып, домбыраны шетелге шығарған. Этностильді құрастырған алғаш. Және үнемі алда бір этап алда жүретін мықты продюсер, мықты әнші, алғаш осы бір ерекше топты құрған. Табысты бизнесмен. Эстраданы бизнеске айналдыра білген. Балбала қуыршақтармен керемет әлемге танытайын деп қазақша сөйлейтін қуыршақ шығарған. Қазақ эстрадасының жарық жұлдыздары, жұлдызды жұп Қыдырәлі Болманов пен Қарақат Әбділдина. Отырамыз бе?
біз жалғастырамыз. Бүгін бізде қонақта керемет жұп, қазақ эстрадасының жарық жұлдыздары Қарақат мырза мен Қарақат ханым мен Қыдырәлі мырза, қош келдіңіздер. Оразаларыңыз қабыл болсын. Денсаулықтарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай, жақсы ма? Тамаша, рахмет. Аллаға шүкір, бәрі жақсы. Шаршамай жеттіңіздер ме? Әрине. Қазір қай қаладасыздар? Астана. Астанадасыздар. Алматыға арнайы түнгі хабарға қонақ болып келді, қошемет ұрып қойыңыздар. Алматыға бір келген кезде бірнеше концерттер, Солай. көптеген жобалар күтіп тұрған шығар негізі. Бәрін бірақ арлап, сәлем беріп барлық жерге. Бір оқпен бірнеше қоянды ақтындай. Алматыға енді сіздер енді Астанада болғаннан кейін Алматыны сағынып келетін шығарсыздар. Әрине. Енді бүгін осында студент болдық. Осы жерде таныстық, осы жерде үйлендік. Осы жерде тұңғышымыз дүниеге келді. Алғашқы пәтерімізді алдық деген сияқты осы жерде. Ыстық күндердің барлығы осы жерде дейсіз ғой, иә? Әрине. алғашқы пәтер осы жақтан алдыңыздар, иә? Қазір ол пәтер арендада. Қазір ол пәтер бізге тиесілі емес десек. Бүгінгі бағдарламада сіз білесіз бе деп аталады. Сіз білесіз бе, тұңғыш продюсер, бизнесмен бізде Қыдырәлі мырза. Қазақстанда тұңғыш бизнесмен продюсер. Өнерді бизнес... Өнер, мәдениет саласы бойынша. Және де сіз білесіз бе? Қарақат ханым дүние жүзі бойынша ең алғаш қуыршағы пайда болған. Бұл қуыршақтың Барбиден айырмашылығы қандай? Қазақша сөйлейді. Көздері қара, шашы қара. Ән айтады, қозғалады. Ұлттық киім киінген. Ұлттық киім, ашық шашық емес Барби сияқты. Әшекей бұйымдарын қазақтың тағынған. Қазақтың қызы ғой. Түу! Қазақтың салт дәстүрін дәріптейтін, тілін дәріптейтін бір керемет қуыршақ болды. Балбала қуыршақтар шықты. Алғаш қазақ тілінде өлең айтатын, домбыра тартатын, қазақ тілінде сөйлейтін, шынымен де бір тың дүние болды. Оны тек қана ойнайтын кішкентай ғана қуыршақтар емес, үлкен-үлкен қуыршақтар да болды. Үлкен мерекелерде жүретін, е? Қазір ол... Талай бірге жұмыс істедік ол. Алғаш тұсауын кескенде де болды. Бізде сол қуыршақтың біріміз. Бізде Қыдырәлі ағамыздан түлеп ұшып, театрға айналып, Аллаға шүкір осы кісілердің септігі тиіп. Үлкен сахнаға қадам басқан кезде, талай септігі тиіп, қуыршақтың ішінде біз бағамыз деді. Сахнаға шығып, үлкен концерттерде, осы концерттерде өнер көрсеттік. Сол үшін сіздерге үлкен рахмет. Есімізде бәрі. Қазір енді осы өнерде, творчествода қандай бір тың жаңалықтар болып жатыр. Сізді білеміз, ылғи өнерде барлығынан бір қадам алда жүресіз. Кез келген жерде бір қадам алға жүресіз. Өнердегі ағалардан естейміз, Қыдырәлі аға ұйықтай ма дейді көбісі. Өйткені өзімізде де болды, таңғы 4-ке дейін бәріміз ұйықлай отырмыз ғой. Қыдырәлі аға әлі тың. Көрші, бұлай қыламыз. Таңғы 4-те түспе отырған сияқты. Мақтуға шығып қойып, сценарий жазып отыр ғой аға. Біз бір ұйықтап тұрамыз, аға әлі жазып отыр. Сөйлеп отыр, үшеуміз ұйықтап қаламыз, екеуміз бір-бірімізге. Сен ояу отыр. Былай жасаймыз. Рас па, Қарақат ханым айтыңызшы? Бұл кісінің қарқынына ілей салмай талай жастар жарты жолдан кешірім өтінеміз деп. Жарты жолдан бақилық болды. Жарты жолдан бақилық болғандар бар. Өнерлері десеңізші, талай. Шынымен де қазір енді қандай үлкен тың жаңалық. Жайлап ұйықтыны қандыратындай болып жүр соңғы кезде. Қазір ұйықтап жүр десеңіз. Қазір ұйықтап жүр, аха. Ұйықтай берсеңіздер болады. Ана әзіл өтіп еді кезінде. Қалай еді, бір әзіліңіз қит болып кетті ғой, Инстаграмда. Қой жатайық, ертең тұрып, қайтадан ұйықтау керек. Ертең ұйықтау керек. Карантиннің кезі ғой, е? Карантиннің кезінде. Қазір күлеміз, а ол кезде күлкі емес еді, е? Ай Аллай. Қатты тарап кетіп еді сол белең алып. Қой жатайық, азанды ерте тұрып қайт дем аламыз. Қайдан ерте тұруымыз керек, қайдан ерте тұрып ұйықтауымыз керек. Не істейміз басқа?
Екеуміз бір сағатта күлдік ау деймін екеуміз. Тырқылдап, вообще тоқтай алмай. Творчествода не жаңалық? Әндер, концерттер. Жақында бір клип түсіріп тастадық. Енді үлкен ұмтылысымыз келесі жыл мектептерімізге 15 жыл болады, Алла қаласа. Қарақат мектебі. Иә, кеше Қазір 15 неше бала қалада, оқып 15 жатыр? қалада мектебіміз бар. 15 Әр қала? мектепте 700-ден 1000-нан балалар оқып жатыр. Әр мектепте 700 бала, 1000 баладан 1000 баладан білім алып жатыр, қазір. Оралда 2 мектеп деген сияқты, бір қалада бірнеше мектептен филиалдары бар және. Сонда 10.000-нан астам бала білім алып жатыр, былай қарап Иә. Жай ғана білім емес, ол жерде қазақилықты, кәдімгі қазақилықтың иісін Мен жай ғана білім емес, ақшасын есептеме деп отырсам сізде. Ол жерде үлкен бизнес қой деп. Әр баладан есептешті. Осы орайда, мынау мемлекеттік қолдау тауып, биылдан бастап жалпы балалардың тегін оқуына, өнерге көбірек үйренуіне сондай бір көп көмегін тигізіп жатыр. Осы орайда рахметімізді айтқымыз келеді. Оның да септігі көп. Көптеген қара домалақтардың өзіміздің домбырада, жетігенде халық әндерін, күйін, жырын, аспабын ойнауға кәдімгідей үлкен көмек болды ол. Яғни актерлік шеберлік бар ол жерде. Бар. Қателеспесек. Бар. Иә. Өйткені мен Атырауда болған кезде мектепте болдым. Және де бізде кәдімгі профессионал мамандар жоғалы, менің білімді группаласым Гүлназ Қамысбаева деген. Мен Мен группаласым бірге оқыған, сол балаларға актерлік шеберліктен сабақ береді екен. Шынымен диплом 4 жыл Жүргеновті оқыған. Кәсіби мамандар Иә, цирковойды 3 жыл оқыған. Біздің Гүлназ енді режиссерлікті бітірген маман ғой. ұстаздыққа сондай бір терең кәдімгі жоғары білімі бар, тәжірибесі мол ұстаздарды тартуға тырысамыз. Алдыңда түлектер үлкен сахнаға шығып өнер көрсетіп бастады сіздерді. Әрине. Қарақат қызымыз Евровидение 2-ші орын алып келді алдыңғы жылы ма? Башанова Қарақатта. Кеше Қарақаттың туған күніне бір топ шәкірттеріміз, сол бірінші ең тұңғыш ашылғанда келген шәкірттеріміз жиналып келіп, әндерін айтып, тілектерін тілеп, кейбіреуінің уже 2-3 баласы бар. 3 баланың анасы болып, бесік тербетіп, өзім жаңағыдай ұзатқан. Сондай керемет барлығы көз алдымызда. Тұлымшағы желбіреп келген кішкентай құлыншақтарымыз қазір осы енді 15 жыл дегенде уақыт екен. 15 жыл уақыт. Кеше ғана ашылған сияқты. Енді бұл жерде бір кішігірім секрет бар енді, құпия дейміз ғой енді. 15 жылдық келесі 15 жылдыққа енді Алла қаласа жалпы жетіген деген аспаптың дамуына Қарақат мектебі үлкен жұмыс жасады. Насихатталуына. Кәдімгі үлкен насихат болды негізі Қарақат мектебі. Былайша айтқанда қара шекпен кигізіп қайтарып берді халыққа ше. Оның тарихы өз алдына кішігірім үлкен тарихы бар былайша айтқанда. Бірақ ең бастысы қазіргі таңда 500-ден астам шәкірт жетегенін алып шыға алады да сахнаға 500-ден астам. Кейбір көп қалаларда мысалы жетегеннен мұғалімдер болмады. Осы жақтағы үлкен жетігеншімізді жіберіп, оқытып, әуре сарсаң болып. Бірінші мұғалімдерді оқыттыңыздар, одан кейін барып шәкірттер. Мамандар өте тапшы болды. Қазірдің өзінде ондай көп емес, дегенмен де жаңағыдай біліктілігін арттыру үшін арнайы жіберіп отырдық әр қалаға. Сөйтіп шәкірт тәрбиелеп әйтеуір бүгінгі таңда 1000-ға жуық шәкірт жетіген тартатын, жетігеннің құлағында ойнайтын 1000-ға жуық шәкірт тәрбиеленеді. Ұсталарда жоғалып кеткен ғой, жетіген жоғалды, ұсталарда жоғалады ғой. Оны қалыптастыру, мастерларда жоғалды. Қайтқан мастерлар табылу, жасау. Әйтеуір қазақтың бір жақсы жері талантты жігіттер өте көп. Егеріп алып кеткен жетігендер бар. Енді сол 15 жылдыққа мынау книга рекордов Гиннесаға 1000 жетіген шығарып бір кіреміз бе деген ниетіміз бар. Қалада басын қосып бәрін бір жерде 1000 жетігенді бірге. Бір көптен бір іште бір жүрген бір арман, тілек. Қарақаттың бір арманы. Иә, қазақтың кең жазық даласында, әсіресе міне қазір әдемі көктемнің осы бір бәйшешек шығып, міне қызғалдақтармен бір құлпырып кететін даланың сол бір көрініске қазақтың ұлттық костюмын киінген бәйшешектей балаларын бірдей қып киіндіріп, бір қатарын жаңағы 1000 шақтысына жетіген ойнатқызып, 1000 шақтысына домбыра, 1000 шақтысы оны жаңағыдай қара жорғаның биімен көмкеріп, бір керемет бүкіл дала ән салатындай көрініс. Қазақ кім дегенде, қазақтың балалары қандай, өнері қандай дегеннің барлық сұраққа жауап ала алатындай бір
жетігенде тұрып алған айтып ек қой, сен бюджетті көбейтіп жібердің. Жоқ, ол жерде жетіген бар жерде қазақтың міндетті түрде домбырасы. Мың бала жетіген деп келісіп едік болды. Тіпті шығарманың өзі мынандай бір ерекше бір. Домбырашы, мың биші қосып Биші. Бір табақ ет дейді ғой. Табақ Қазы, ет қарта, кіріп жал жатыр. жая, телшігімен кәдімгідей. Ой, қызық болып барады, жарнамадан кейін көрейікші осының. Жақсы адамдарым деген керемет әннің орындаушысы бүгін эфирде. Бұл ән деген ойбай, жаман. Көше. Жаман тарады ғой бұл деген. Енді бір шынымен бір қазақтың тұңғиық жүрегінің түбінде жатқан бір керемет үнін алып шыққандай болдыңыздар ғой. Әсіресе мына індет кезінде барша елге бір қиын болған кезде, үй қамақта отырған кезде еңсесін көтерген, бір мотивация берген, иә. Осы ән әсіресе сол кезде тарады өзі. Шетелге кетіп қалды ғой бұл? Мен, біздер сол Түркияда жатқанда барлығы видео жіберіп отырды ғой. Әртүрлі жаңағыдай жабық той домалақтар болсын, қазақ екі енді. адам басы қосылса. Нұрлан Қоянбаевтың киносының соңында. Осы киномен біткен, осы әнмен біткен жоқ па? Енді бір еске түсіріп, бір куплет, бір қайырмасын орындап берсеңіз, тірі дауыс, табиғи дауыс. Алмас тауып алады сіздің тональностыңызды. Ал, айта берейік. Тірліктен іздеп келеміз пайда, қол созамыз көп, неге біз айға, күш табатындай, құс қанатындай, мейірім қайда, береке дейтін базарым қайда, иман мен дәстүр ғажабым қайда, әр қазақ менің жалғызым дейтін қазағым қайда, жақсы адамдарым, бақыт өмірдің басқа адамдарын, тектілікпенен татулық дейтін берік болсын шау тасқа малдарың. Жақсы адамдарым, кем емессіңдер патшадан бәрің. Бес күн өмірде жасалсын ылғи, жақсы малдарың, жақсы адамдарың. Бес күн өмірде жасалсын ылғи, жақсы малдарың. Әннің өзін хит қылып қала қоймайды. Қыдырәлі ағамыздың сұхбатының өзі хит қой ол. Соны айтам, сіз неге бірін айтсаңыз қоғамда резонанс тудырасыз? Үйреніп алайықшы біздерде бір. Кәдімгідей шулатып, жаңалық қылып бәрі. Продюсерлік қабілет қой енді. Барлығын былай тек төтесінен емес, барлығын қамтып алып келетін. Шынымен Қыдырәлі ағамыз не жасаса да бір шынымен ерекше қылып жасайтын. Кеше қарапайым Алматы туралы бір бауырымыз сторисіне шықтыңыз, сол видео тарап кетті. Қыдырәлі ағамыз Алматы жайлы керемет айтуда деп барлық пабликтерге шығып. Бір айту, бір қасиетіңіз, әлде... Мен негізі экстрасенспін ғой деп құлтырып. Сен бауырым, сен өтіңде тас бар десем. Тамыр ұстайды, тамыр ұстап па? Сен что-то жүрегін қағып тұр деймін деп. Бүгін туған күнің деймін деп. Бұл кісінің бабын тапса әрине. Керемет. Ойлары да, істері де. Ізденіс қой енді. Күнделікті жай жүрмейтіні тыңнан түрен салып, ешқашан біреуді қайталай салу әрқашанда оңай ғой. Бір дайын дүниені қайталау, оған көп ақылдың да аса қажеті жоқ, икемділік болса болды. Ал бұл кісінің енді әрбір жасаған проекттері, жобаларында бір тың жаңа дүние болады да. Соңғы кезде ағамыз көп сөйлемей жүр. Неге сіздің қасыңызда көп сөйлемей ме? Соны айтып отырмын, Қыдеке сөйлеші деп. Мысалға, коммерциялық дүниелер бар, коммерциялық емес дүниелер бар да. Ұлттық дүниелер, мысалға, домбыра, ұлттық дәстүрлі әндер, Қаусар бұлақтың бәрі ол коммерцияға жатпайды ол. Ол форматы келмейді, оның шоу-бизнеске ол жалпы кірмейді да, араласпайды ешқандай. Бірақ біздер оны сақтап қалу үшін, ары қарай дамыту үшін оны біз араластыруымыз қажет. Кез келген ортада жүру керек дейсіз қой. Оны енді коммерцияландыруын керек та, былайша айтқанда. Сөйтіп оны бір бөтен бір бөлек форматқа айналдыруын қажет. Оны ертең әлемге алып барған кезде, мысалға біреудің кантри музыкасы Американың бізге қызық па мысалға? Қызық емес қой, ешқайсымыз тыңдамаймыз ғой мысалға. Ол өзіне қызық та ол. Домбыра да сол сияқты да, ол жеке қазаққа
қазақтың ғана аспабы да ол. Енді соны Америкаға тыңдату үшін сен оны міндетті түрде оның құлағына бүйтіп өтіп, жұтылып кететін қылып, яғни әлемдік деңгейге дайындап, ананың құлағына дайындап, былайша айтқанда форматтауың керек та. Үйлестіріп алып келу керек, Алғаш осы ұлытаумен сіз Германияда ма? Америкада. Америкада концерт бердіңіздер, Біздің домбырамыздың үні алғаш Америкада күмбірлеп 86 мемлекеттің ішінен ең жалғыз гран-приді алып келдік Америкадан. Сіз білесіз бе деген тақырыпқа міне дөп түсіп отыр. Сосын өткен 1 мартта тағы да сол әлемдік үлкен онлайн сайыстан тағы да 1 орын алдық. 10 000 дауыс алда болдық бәрінен. Әлемдік деңгейде. Былтыр ғана 1 мартта. Бәрекелді. Енді сіз білесіз бе, бізде тағы 3-ші жүргізуші бар. Ортаға шақырайық, ұмытып кетіппіз ғой біз оны. Нұрболхан Шарапов! Жаңалықпен келеді енді. Отырмайтын келдіңіздер. Көргенімізге өте қуаныштымыз. Бүгін тікелей эфирде халық өте көп отыр, бүгін ерекше болып отыр. Біздің аудитория негізі өте ерекше аудитория. Басқа енді студияларға барған шығарсыздар. Мынандай атмосферадағы аудитория көрмеген шығарсыздар. Өз еркімен келген. Таңғы 4-те оят жүрсеңіз шапалақ ұрады. Оят жіберсеңіз, деп оянады кәдімгідей. Енді бағдарламамызға келген қонақтармен міндетті түрде импровизациялық ойын ойнаймыз. Сіздер ренжімейді шығарсыздар. Бізде енді келген қонақтардың барлығы өте керемет ойнап шыққан. Сіздер де әдеттегідей сол қонақтардан қалыспай әдемі ойнап шығады деген ойдамыз. 3 түрлі образ бар. Біреуін таңдаңыздар. Қандай образда ойнайтындарыңызды қазір халыққа ашып оқып берсек болады. Қыдырәлі аға. Біреуін таңдаңыз, қалған... Таңдаймыз ба, или бұлай? Біреуін ғана таңдаңыз, қалған... Жаймен, қорқынышты музыка. Қандай образда ойнайтын? Сол музыка намай отыр маған. Ағамыз күле бастады жайлап. Да-да-да-дам. Ашып оқып берсеңіз болады аға. Қандай образда ойнайтыныңызды халық біліп отырсын қазір. Қандай образда? Жақсы келіп тұр, итальяндық мафия Дон Корлеоне. Итальяндық мафия Дон Корлеоне және Қарағат апайымыз сол кісінің жұбайы бола салсын. Енді басқа вариант ойнамайды. Ендеше сіздерді киінуге қарай мына жаққа жібереміз. Қошемет көрсетіп қойыңыздар, достар. Рахмет. Ал, құрметті достар, әрмен қарай жалғастырамыз. Тағы да арқалай келген 3 жаңалығым бар, оқып берейін. Бірінші күшті жаңалық деп айтайын ба? Енді әдеттегідей ақша туралы айтамыз ғой көбінесе. Қараңыздар, Семейге 354 миллиард бөлініп, адам танымастай өзгерттік дейді. Бұл облыс әкімі Даниал Ахметовтың айтқан сөзі. Ойбай, оны келемей деп жатқан әлеуметтік желідегі астындағы жазып атқан адамдардың саны шексіз, кәдімгідей. Қараңыздар, былай жазады ғой. Ойбай, сенмейді, танымай қалғандар бар ма дейді. Мә, Семейге барып, танымай өтіп кетіп жүрмейік ана Семейден. Әрине, андай ақша бөлінсе, адам есі ауысып кәдімгідей танымай қалады деп жатқан. Енді 354 миллиард деген кейбіреулер жазып қойып, 2 миллиард берсе мен өзгертіп берем деген адамдар бар енді астында қанша. Енді қалай балалар, ерте ұнады ма? Екінші жаңалығымды айта кетейін, ол бірақ енді күшті жаңалық. Қараңыздар, Алматыда Роза Бағланованың 100 жылдық мерейтойына құрметті достар. Биіктігі 4-8 метрлік қола ескерткіш Роза апайымыз 1949-1960 жылдары өнер көрсеткен Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясының алдына қойылған екен. Құттықтаймыз. Үшінші жаңалық, бүгін қандай күн екені баршаларыңызға мәлім. Бүгін ғашықтар күні. Барша ғашықтарды түнгі хабардың атынан шын жүректен құттықтаймыз. Қосыла алмай жүрген, ұрсып қалған жандар болса, татуласыңыздар, ғашықтар мәңгі жасасын. Студияда отқан ғашықтар да бар шығар,
Бар ма? Қыз бен жігіт болып келгендер бар ма? Екеуіңіз ба? Сіздер ғашық болып келіп жатқан? Или не істемей жүрсіздер ме? Неге 15 сәуір ғашықтар күні білесіздер ме? Білмейсіздер ме? Өйткені 15 сәуір күні бүкіл Қазақстан бойынша отопление өшеді. Сол үшін ғашықтар күні деп аталады, құрметті достар. Бір-бірімізді жылытып, қуантып жүрейік. Қошемет ұрып қойсаңыздар болады, мерекелеріңізге. Енді осындай керемет үш жаңалықтан кейін тамаша керемет музыкалық композицияға кезек беретініміз бар. Қарсы алыңыздар, қабыл алыңыздар, құрметті достар. Қазақтың атын әлемге танытып жүрген жаңа Қыдырәлі ағамыздың өзі айтып кеткен. Қабыл алыңыздар, қазақ мәдениетінің бренді деп айтуға да болады. Ұлытау тобы қошеметпен қарсы аламыз! Дон Корлеонеге хабарласып, бізге тиесілі жерді
бізге тиесілі байлықтың бәрін береді. Иә. Содан кейін бар біз сені босатамыз. Иә. Күйеуіңіз келсін, сосын барып босатамыз. Базекем солай айтып отыр бізге. Так, Иә. Джемма, телефон тұр. Набирай номер. Звони Дон Корлеоне. Оны өздеріңіз неге шешпейсіздер? Менің қандай бұл жерде қатысым бар? Сізді ұстамасақ, енді ол кісі келетін түрі жоқ. Біз Дон Корлеоне'ді біз Иә? 10 жыл болды ұстай алмай Ұстамай жүргенімізге 10 жыл болды мысалы. Так, Номер. Жоқ. Номер. давай, номер. Ол көтермейді қазір мені. Так, Өздеріңіз жігіттерше сөйлесіңіздер. давай, Менің ешқандай Джемма. қатысым жоқ бұл әңгімеде. давайте, пока мен ашуланбай Жерін тұрып, бере ма, оның беретіні көп. Өздеріңіз шешіңіздер. Италияда бізге тиесілі сенің күйеуіңде жер бар. Иә. Бар. Иә. Берсін Сол соны, жерді өзі бізге беру шешсін. керек. Енді соны күйеуіңізге неге осы уақытқа дейін айтпағансыз енді? Берсін деп. Давайте. 10 жыл болды ғой ұстай алмай жүргенімізге. Пожалуйста, давай. Давай, без паники, без проблем. Давай. Звонда. Орысшаны қайдан үйреніп алғансыз, Басеке? Сіз сөйлейтін болыпсыз ғой орысша. Өткенде пленге түскен орысты қысып үйреніп алғансың. Алло. Алло. Дон Корлеоне. Короче, тыңда. Сенің әйелің бізде тұтқында. Иә. Тыңда. Кешіріңіз, мына басқа біреуім дейді ғой. Кімге звондадың? звондадыңыз сіз? Жоқ. Қане. Алло. Дон. Алло. Дон. Мен тұтқындамын. Иә, мен ұстап алдым мыналар. Кешір, мен мынаны қоспаппын ғой мына жағын. Сіз де ойнатып сөйлетіп отыр екенсіз ғой мына жерде кәдімгідей. Қоспап, мынаны қайдан? Ойбай, Басеке әкеңіз мына жерде қосып береміз ғой, мына жерде қосатын жер тұр. Міне тұр ғой, қостым ал. Болды, енді хабарласа беріңіз. Алло, мен ұстап алды деп ойнатып қояды ше. Иә. Мынандай телефон ұстамағалы қай заман? Сіздерде қандай телефон сонда? Білмеймін мынандай телефонды. Телефон алу керек еді. Осының сарысы болады, импортный. Мына телефонның бетіндегі шаңды қарасаңыз. Тиіспе, красота құрттың ғой. Хабарласыңыз. Шақырыңыз, осы жерге келсін, жерді берсін. Алло, Дон. Дон, мыналар мені ұстап алды. Жоқ, Дон. Го-го-гон де. Го-го-гон. Эсманон. Естіп тұрсың ба, мінекей, иә. Эсманон. Го-го-гон, эсманон. Го-го-гон, эсманон дейді. Жеріңді бересің ба, неңді бересің, мені босатсын. Мені ертеңнен бастап уақытым жоқ. Только жер. И бриллиант. Тағы да бар ғой беретіндері. Жоқ, көп нәрсе керек жоқ бізге. Не берсең де босатшы мені. Ертең мен таңғы 9-да маникюрға жазылып қойғантымын. Менің өзімнің жоспарым бар. Мені босауым керек, кетуім керек. Қазір 1 сағат уақыт береміз. Бізге жер. 1 сағат дейді. 1 сағатта келмесе, маған ренжіме. Басеке, өзім шақырайыншы мені. Берші. Бигбон. Біз мына жерде ерігіп жүріп постоянно 10 жыл болды ғой ұстай алмай жүргенімізге. Басқа қатырмай, кел мына жерге болды ес. Бигбонсың ба, диктонсың ба, бос дейсің мен жаққа. Болды, келет кәз. Келет кәз. Жауыңды да уважай. Жаман айыптадың. Бигбон дедің. Шыдаймай кеттің, нервім ойнап кетті уже. 10 жыл болды, жоқ, ұстатпайды. Әйеліне келіп отырмаса келетін түрі жоқ оның. Отырып алып мына жерде. Короче, Джем, знаешь, біз өте крупный мафиозникпіз. Егер қазір Дон келмесе, маған ренжіме. Маған ренжіме, мен саған ренжіп қалам. А мен ренжсем, вообще проблем болады. Ойбай, Басеке ренжімеңіз. Қазір келеді. Уақыт кетіп жатыр ғой. Қайда жүр? Келсін ертерек, неменеге? Адам шош. Дұрыс айттың ғой адресті. Бигбон. Ойбай, менен де дәуін Жа! Ойбай, мынау ойнап қалды ғой. Пожалуйста, маған суық тиеді, бұндай істемеші. Маған суық тиеді дейм, ондай істеме. Шеф, осы сайтан алғырлар сіздің әйеліңізді алып қашып кеткен. Эй, байқап сөйле. Аузыңа байқап сөйле. Сен Италиядағы ең крупный мафиозниктарға келіп тұрсың. Дон мырза, осы сайтан алғыр ғой бәрін білдіріп жүрген. Остановись, Дон. Успокойся, подумай, ты куда пришел? Ой, Басеке, қойшы, машина. Құрту одан! Мақұл, айта бер болды.
Енді қалай айтамын да? Болды, айта бер. Давай өзгерек. Жоқ, Өзгерексіз. Басеке, өзің айта бер. Айта бер, күшті айтып жатсың, Басеке. Қалайсың, Дон? Биг Бон де. Дон. Мен Жема қалайсың? Ешкім тиіскен жоқ па? сенен бизнесімде, менің жұмысымда сенен өте жоғары. Оны екеуміздің шылым шегерімізге байқасан көрінеді. Сенікі кішкентай, менікі ұзын. Ойбай. Не айтып жатсың, Басеке? Ерексіп отырмын А, ғой. иә. Менікі кішкентай, сен көріп Короче, Дон, Италиядағы жерді бізге бересің. И отбасыңды аман алып кетесің. Ақымақтар. Неге үндемей тұрсың, Дон? Нақсы сөйлей алама өзі? Мені босатсын, жеріңді бересің бе, мені босатсын. Таңертең менде жазылып қойған. Мына екі микробты бар ғой. Педикюр. Тыңдап үйрен. Тыңдап үйрен. Мына екі микробты бар ғой. Апарып бар ғой. Естейін. Екі құлақтарын кесіп, ауылға апарып егінге салып қоя әкесін өзіне екеуін. Болды. Бізді микроб деп жатыр. Микроб. Айтсай бірдеңе, Басеке, бірдеңе айтсай бізді микроб деген не? Кім микроб деді? Ана микроб деп жатыр ғой бізді. Бізді микроб деді ма? Микроб деп жатыр Басеке бізді. Бізді микроб деді ма? Микроб деді. Ол мені ренжітті. Ренжит. Біздің Басеке ренжітсе қазір жаман болады. Күтіңдер қазір. Басеке, давай, делай. Дон, мен сенен олай күткен жоқпын. Иә. Сен мені ренжіттің, Дон. Сене, Дон, мені микроб деп айтатындай сен не? Мистер Проперсің ба? Жаман айттың. Бір нәрсе деңіз. Күшті айттың. Дон, давай, ренжіспейік, проблем керек жоқ. Давай, ақшаны қой, и жерді қой. Жерді қойсын, болды. Нақты тірлікке Басқа көшейік. ештеңе керек емес. Ей, тасбақа. Ойбай! Тасбақа деп жатыр Басеке сені. Маған ба? Тасбақа дейді. Негізі Былай ұқсайсыз. ғой, былай ғой. Тасбақа сенде берген. Ойбай! Ерге тасбақа, екеумізді айтып жатыр. Екі вариант ұсынамын мәселені шешудің. Қандай? Екі вариант. Қандай вариант? Біреуі Иә. алыңдарда бар ғой. Иә. Білмеймін, қажеттеріңе жаратып дем алыңдар жігіттер. Болды ғой. Көрдің ғой біздің Басекен қандай мейірімді екенін, ей. Тоқта. Шешілді ма? Келісесіңдер ме? Тоқта, қазір мен санап алайын, Дон, тоқташы. Екінші вариант одан да жақсы. Қандай? Қайыршы мафиозниктер екен ақша көрмеген. Жоқ, сендер айтыңдар маған. В общем, Дон, қазір проблема шешілмесе вообще проблема болады, бар ғой. Біз қазір жерді бермесек, ақшаны алдық, енді жерді бермесек, біз Джеманы таңғы маникюрға жібермейміз. Маникюрға жібермейміз. Маникюр несі Басеке, қумыш? Екі варианттың бірі мынау, бірінші вариант. Екінші вариант одан да жақсы. Қайсысын таңдайсыңдар? Екеуін де берсеш, екеуін де. Ей, ақымақ болма, біреуін таңда. Біреуін біртіндеп таңдасın. Мен біреуін таңдаймын, біреуін ол таңдасын. Иә. Сендер итальянецен шымкенттіктер сияқтысыңдар ғой. Өлтіреді мына ба. Естейміз, шеф. Қай вариант аласыңдар? Екінші вариант. Екінші вариант қандай? Жоқ, сендер екі вариант деп тұрмын, мен айтпаймын. Өздерің таңдап алыңдар қазір. Екінші вариант жер ма? Өкініп қалмаңдар. Бірінші вариант ақша, екінші вариант жер ма? Басекен көп сөйлетпеңіздерші, қазір ораза ұстап шаршақ болады. Ойбай. Онда давайте бірінші вариант. Ақша, Екінші вариант. екінші вариант. Жібере саламыз ба енді? Просто осылай ақша үшін? Екінші вариант, біз Донды алып қалайық, Джема кете берсін. Жоқ, И сен ақша алып келесің. Жоқ, екінші вариантты мен айтамын, сен просто таңдап аласың. Таңдасаңдаршы сендер, ақымақ болмай. Қандай екенін мен айтамын. Давайте онда. Басеке болып айтсаңшы, бірде шешім Ақылдасайықшы, ақылдасайықшы. Ойбай, немесімен ақылдасыз, бәрі маған ештеңе бермейсіз ғой. Екінші вариант. Басеке жерді бере саламыз ғой, не істейміз? Беру керек. Не беріп жатсыздар? Екінші вариант мынау. Бірінші вариантпен қала берсек дұрыс болады негізі. Бірінші вариантпен қаламыз. Былай ғой жігіттер. Бірінші вариантпен қаламыз. Былай қылыңдар. Кәмпит пешене алыңдар үйлеріңе. Кәмпит пешене қымбат әкетті Ана ғой. ананы алмаймыз ба неге? Жоқ. Дон. Басеке қызымсызға ақша беріп тұрады ғой, неменеге алмана ақша бар, неменеге алып тұрады? Біз сорлы ештеңе сделка жасай алмайсың, Басеке бар ғой. Кетпесек мен бір өзім алып кетем ғой. Өткенде анау енді келіп мына қолымызға $100 ұстады мына жерде. Мен мына жаққа өтем, Басеке.
Мен бір өзім қалам ба? Шешіп ал өзің бірдеңені. Төртеу бүкітіндер ғой сендер. Ақымақ. Бағана ойлану керек, сенде жерде жоқ, басқада жоқ. Енді жүресің қоңыз теріп. Жүріңізші, біз кеттік, бұл өзі қалсын. Жүріңіз, Жанна ханым. Жүр, кет. Қазір мен сендерді полицияға ұстап берем. Тез кетіп үлгерейік. Тез кетіп үлгерейік. Сендерде бәрі бітті. Тоқта! Қатырақ қошеметтеріңіз бүгінгі өнерпаздар шақырайық. Ұлытау тобы. Дон Карлеона мен келіншегі Джейнға бір шапалақ өтті. Аман есен құтқарып алдық әйтеуір. Оған да шүкір, итальянстарға тап болдық, сөйтсек шымкенттікілер болып шықтылар. Мен мынаға өттім, әкең ренжіп қашты ғой. Мына жерге шықпай қойды ғой тіпті десең. Қиын болған жоқ па? Бірінші рет шығар бұндай, қойылымда ойнап тұрғандарыңыз, иә? Енді бізге мына қазір көрермендер хабарласып, сіздердің қалай ойнағандарыңызды айтып, сыни пікір білдіреді. Бізде мына жерге келген кезде ойнаған бір-екі әртістерге де көрермендер қатты айтып жіберген кез болған, негізі. Жақсы. Соған дайын болыңыздар деп алдын ала дайындап қойып жатқан. Уақыт өте аз болғандықтан хабарласпауы да мүмкін. Ол да мүмкін, бірақ бүгін жұма екен. Бүгін жұма айтпас. Білесің, Нұрболхан, Харекет қайырымдылық қорының қайырымдылық іс-шарасы іске асады бүгін. Алла бұйырса тағы бір отбасына қуантатын боламыз. Қуантамыз. Ой, енді актерлік шеберлікті сіз дым сөйлемей көрсеттіңіз ғой актерлік шеберлік дегенге. Доллар мен мылтықпен ғана ма? Доллар, мылтық болды, актерлік шеберлік деген мықты кетті. Қиын болды? Негізі театралында оққан құдекен ғой. Мен консерваториямын ғой. Сондықтан театрда сіздер ойнауларыңыз керек деп ойлаймын. Мені аса көп қатты сынай қоймас. Я, көрермендер. Алдын-ала бұлайынан тағы да. Мен өзім туралы пікірім өте жақсы болып отыр, негізі бар ғой. Мен ең басты әйелім құтқардым десеңізші. Әйелім құтқардым, Құдайға шүкір. Енді жалпы жаңа Ұлытау тобымен бүгін жалпы сіздердің бір керемет бір бенефис кештеріңіз болып жатқан сияқты. Жаңа Ұлытау тобында қандай керемет халық қарсы алып жатыр. Бір отбасымыз ғой. Иә, ол бір отбасы екені белгілі. Міне, продюсеріміз де, әкеміз де, спонсорымыз да барлығы. Идеяның авторы Құдекеңе қошемет! Рахмет. Жамбы ойланып кетіпсің ғой сен? Бүгінгі образ маған не ойыма I Go to School киносын есіме салды. Қандай? Нұрлан Қоянбаевпен ше. Кабинетте шай ішіп отыратын жеріңіз бар ғой, үндемей. Сол образдан алдыңыз ба? Ошын Құдеке сөйлеу керек болып тұр. Үндемегеніңіз біртүрлі бар. Неге сөйлемей отыр деп әңгімеге тартып қоямыз? Әлде образда отырма жаңағы деп? Неже образдан шыға алмай отыр. Енді... Жалпы Құдекең істің адамы ғой, сөздің емес. Онда бір газон егіп тастасақ сыртқа шығып. Індет кезінде көрдіңіздер ғой? Иә, көрдік. Огородты қандай екті, бірінші рет жасаған огородты екеумізде де тәжірибе жоқ, бірақ қалай керемет жемісін берді, иә? Картошкалар мынандай болды деп. Екеуміздің көзіміз мынандай, екеуміз мынаны қара деп енді былай еге бергенбіз ғой бәрін. Бір қарасақ сәбіздің қасында, қиярдың қасында. Бәрін бірге бостық егіп тастадыңыз ба? Мынаны қара, мынау не нәрсе деп капустаның өзінің үш түрлісі өсіп жатыр. Біреу бұландай домалағы, қарды жартысы қауын дейсіз ғой. Иә, асқабақ өсіп келе жатса, ойбай, мынау не нәрсе деп. Енді біздер арқаның қазақтарымыз ғой. Оңтүстіктен емеспіз. Ондай қатты жеміс жидек өсіп жатқан елден емеспіз. Біз үшін оның барлығы таңсық, оның үстіне бұрын жай ғана дайын дүниені сатып алған бөлек болады екен де. Оны өзің егіп, көз алдыңда жаңағының барлығы былай дәмінде бар ма ерекшелік? Керемет бар әрине. Ерекше, дәмі ерекше. Оны өзің суарсаң, оны өзің күткенде ықыласыңды беріп, ананың әрбір кішкентай болып бір жарып шыққаннан бастап қуанып балаша. Енді басқа концерт жоқ. Өзіңіз күттіңіз ба сонда? Үйде үйқамақта отырдық қой. Қанша уақытта жемісін берді? Огород керемет болды.
Көктемде ектік, күзге қарай уже бір екі айда қылтиып. Бірінші шыққан помидорды балаларыма көрсетіп ол. Одан кейін оның қызаруын күтіп, бір 2-3 күннен қызара бастағанда апарып тағы көрсетіп. Сол кезде де бау-бақша егеміз деген идея қыды кеңдік болды. Соны айтам, қазір теплица жоқ па сіздерде? Біз білесіз ба, қаншама адамдардың кәдімгі ой салып, сіздердің бау-бақшаларыңызды көргеннен кейін біз не істеп жатырмыз? Құдай-ау, біз де егейік деп, сіздер бізге кәдімгідей қозғаушы күш болдыңыздар деп талай жазды. Еңбек етсең, жейсің да жемсің. Қарақат ханым, бізде түнгі хабарда да теплица бар. Гүл егетін. Теплицаның атынан сізге гүліміз. Сізге арнайы гүл. Мен гүлді жақсы көрем. Қандай әдемі. Гүлдің аты Нұрболхан деп аталады. Ат әдемі екен. Жанболат деген бар, ол ұзын-ұзын. Мадияр деген бар, қап-қара ол гүл. Оны ешкім алмайды ше. Мына жерде қараңыз, бүкіл гүлдің барлық түрі жиынтығы. Жоқ, сіздің гүл жақсы көретініңізді біліп, арнайы әр түрлісінен сәндеп алып келдік осы жерде. Рахмет, күшті. Астанаға алып кетем осылай, бұлай ұстап жүргенге де ыңғайлы екен. Жоқ, соны арнайы. Солыққамайды. Андай дәғып алып жүргеннен гөр осы ыңғайлы дедік сізге арнайы. Сосын мына гүлді солық бағана кейін аны сумочка ретінде ұстап жүрсе де болады екен. Аялаға берем ғой, Аялёкаға. Лайфхак. Бұл кісі іскер, айтып отырсыз. Іскер екені көрініп тұрмын. Кез келген жарамсыз заттан әйтеуір бірдеңе ойлап Әрине. Енді бүгін қасиетті жұма Нұрболхан. Қасиетті жұма. Құрметті бауырлар, бүгін ерекше күн екенін баршаларыңыз білесіздер. Сіздерге алдымен рахметімізді айтып алайық сіздерге, және әрмен қарай қайырымдылық іспен айналыссақ дейміз. Қазір бір экранға назар аударып алайық. Қайырымдылық шарасын жалғастырайық. Жалғастырамыз. Қазір экранға назар аударайық. Құрметті достар, бір қысқа әдемі бейнеролик бар. Дүние жүзін дүр сілкіндірген күйін емес, өз шаңырақтарына орналассын деп, 5 баланың арманын орындап, демеп жіберейік. Бейнероликті көрген шығарсыздар. Енді қыстағы бұл әлеуметтік желіде көп тарады бұл видео. Енді сол отбасыны жабы хабар агенттігі және Харекет қайырымдылық қорының ұйымдастыруымен бүгін Файыз Рахмановтар отбасын дәл осы студиямызға шақырамыз, құрметті достар. Қарсы алайық, қабылдаңыздар. Файыз Рахмановтар отбасы. Үйдің үлкені Аружан. Келіңіздер. Ей, жандерім. Құдай жанымсың. Құдай. Кел, балапан. Жаным. Келе өтейін. Келіңіздер, отыра қойыңыздар, аха. Аружан, сол жерге кішкентай да отыра қой. Аружан үйдің үлкені, құрметті достар, қошемет көрсетіңіздер. Осы кішкентайларымызға бас көз болып, енді әкесі жоқ, бірақ анасы былтыр елімізде енді үлкен пандемия болған болатын. Сол пандемияда ковидтен анасы дүниеден озған екен, құрметті достар. Бүгін енді жетімін жылатпаған халықпыз ғой. Бүгін Файыз Рахмановтар отбасын бүгін арнайы студиямызға шақырып, алдарыңызға шығарып жатырмыз. Бүгін бір керемет жұманың сондай бір берекелі күн екенін тағы да бір ұқтырғандай болып жатыр. Бүгін алдарыңызда. Жылағанды жұбату, қайырғанға қайырымдылық көрсету қазақтың бір керемет дәстүрінің бір екенін білесіздер. Әрине. Жылағанды жұбату, қиналғанға қамқорлық көрсету біздің қасиетіміз. Сондықтан да ендеше мына осы үрдісті әрмен қарай жалғастырамыз. Қошеметтеп қойсаңыздар. Қыдырәлі аға, оқып берсеңіз өзіңіз. Қыдырәлі аға, өзіңіз оқып берсеңіз. Қалай тұрсақ дұрыс болады? Отыра беріңіз, осы жерге тұра беріңіз. Бұлай көйлем. Харекет қайырымдылық қоры 647 баспана. Аллаға шүкір. Файыз Рахмановтар отбасына Келе қойыңдар, айналайындар. Құттықтаймыз! Қандай әсерлісі және де Тамирис
кілем дүкені мінекей Арлан базарындағы, Алматы қаласындағы осы үйге барлық кілем жабдықтарын сыйға тартып жатыр. Тамаша. Құрметті көрермендер, әрдайым бір-бірімізді қуантуға асығайықшы. Енді Аружанның өзінен бір ауыз сөз алсақ дейміз. Құрметті Аружан, қандай күйдесің? Не айтасың? Не айтарымды да білмей тұрмын. Қуанышымда шек жоқ, сіздерге рахмет, халқыма рахмет. Қатты уайымдағаннан аузыма сөз бармай жатыр. Сіздерге бас иіп алғысымды айтамын, сіздерге көп рахмет, шексіз сіздерге. Енді Аружан, өздеріңнің отбасыларың болады, жылы үйлерің болады. Алла қаласа соның іші тек қуанышқа, берекеге, мерекеге толы болсын дейміз. Енді бұл барша қазақ елінің сіздерге деген көмегі. Енді алдағы уақытта сіздер де еңбек етіп, оқып, елге, жерге еңбек етіңіздер деген тілек бізден болсын. Рахмет. Ал, қадірлі көрермен, бүгін жұманың кезекті түнін керемет жақсылықпен аяқтап отырмыз. Барлықтарыңызға, атсалысқандарыңызға көп-көп рахмет. Жыламайық, жұбатайық, түннен түгел шығайық, бір-бірімізге жақсылық жасауға асығып тұрайық, алталаштың іргесі ажырамасын. Және бүгінгі бағдарламамызда қонақта болған Қыдырәлі Болманов және Қарақат Әбілдина, сіздер өте керемет бағдарламаға түстіңіздер. Сіздерге көп-көп рахмет. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, түннен түгел шығайық. Құрметті ағайын, өмір тамаша. Әрмен қарай, Қарақат ханымның әдемі әнімен тәмамдайық. Қарекет қоры 4000-нан астам жанға баспана сыйлап, қандай мінекей, Алла көл көсір сауаптан жассын. Соның барлығын біз көріп жатырмыз, қолымыздан келгенше атсалысып жатырмыз, және де айналайын сол, үлкен болған түріңнен айналайын. Мінекей, армандарыңа жеттіңдер. Енді біздің де отбасымыздың атынан Құдай қаласа бір осы енді үй ғой, бірақ жаңа кілемін беріп жатыр, оның ішіне керек заттар әрі керек болады. Соның бір дүниеңізді Құдай қаласа бізде толтырып, өз шаңырақтарымызға үлесімізді қосамыз, сіздермен байланыста боламыз. Айналайын балапандар, болашақтарың жарқын болсын, бір Алла жар болсын. Керемет, осындай керемет күні, қасиетті жұма күні, айлардың сұлтаны дейміз, Рамазанда өздеріңіздей жақсы адамдармен бүгін бағдарламаға келгенімізге, соны нәсіп қылған жаратқанға сансыз мадақтар болсын. Ал құтты болсын, жүрегім ақ деп ән сұрқаймыз, қабыл алыңыздар. Suyun